Сәлем, менің каналыма қош келдің. Гофра қағазынан осындай гүл жасап үйренеміз. Ол үшін бізге осындай өлшемді екі түрлі тіктөртбұрышты қиып аламыз. Қағазды екіге бүктейміз де және де астыңғы жағынан бастап видеодағыдай қиямыз. Мінекей осындай болып шығу керек жапырағымыз, және де екіншісінде тура бірінші секілді қиып шығу керек. Менде бұл гофра қағазының итальянский түрі, сапасы жағынан жақсы және созғанда жақсы созылады. Қиып болғаннан кейін осылай созуларыңыз керек, яғни жапырақтың көлемі кішкене үлкен болады. Китайский түрін алсаңыз, онда бұлай созу мүмкін емес, яғни қатты созылмайды. Одан кейін осындай акриловый краскамен мен бояйтын болдым, себебі маған бұл түсі қатты ұнап тұрмағандықтан бояп басқа түске өзгертетін боламын. Егер де сізге өзіңізге ұнайтын болса, боямай қойсаңыз да болады. Бояп болғаннан кейін енді кебуін тосамыз. Көлемі кішкентай жапырақтың арғы жағын кепкеннен кейін бояйтын боламын. Екінші үлкен жапырақтың арты жағын боямай қойсаңыз да болады. Одан кейін осылай сым темірді алып, ыстық желімнің көмегімен аламыз да жабыстырамыз артқы жағын. Осындай қатарда, яғни артқы жағына 3 сым темір керек болады. Сосын аламыз да бір-біріне осылай ораймыз. Сым теміріңіз кішкене жұмсақ болғаны абзал. Одан кейін үшіншісінде осылай жабыстырып, оны да жәнегі 2 сым темірге бірге бекітеміз. Сосын жабыстырып болғаннан кейін осылай форма келтіреміз. Темірлердің барлығын ішке қарай қайырып, жапыраққа форма келтіру керек. Диаметрі 9 сантиметрлік осындай пенопласт шар керек, және де сыртын қаптау үшін фоамиран керек. Немесе гофра қағазында алсаңыз болады, ашық түсті. Одан кейін осындай шпажка керек болады. Оны пенопластқа осылай отырғызу керек, сосын клеймен бекітеміз. Сыртын фоамиранмен қаптаймыз. Қаптағанда міндетті түрде астыңғы жағын клеймен бекітетін боламыз. Ары қарай осындай сары фоамиран керек болады, немесе сары гофра қағазын алсаңыз да болады. Сосын осылай бүктегеннен кейін аламыз да осындай ұсақ-ұсақ қиымдарды қиып шығу керек аяғына дейін. Жәнегі қиып шыққанымызды енді пенопласт шарға жабыстыратын боламыз. Осылай шеткі жақтарына ғана клей жағып, астыңғы жағына қарай жақындатып, барлығын осылай жабыстырып шығамыз. Енді осы пенопласттың ортаңғы жағына осындай сары фоамираннан кішкентай жолақтарды қиып алып, ортаңғы жағына қарай жабыстырамыз. Осындай болып шықты. Осы күйінде де қалдырсаңыз болады, немесе осындай дымқыл салфетканы алып, және де құрғақ пастельді жағып аламыз да, ортаңғы жағын жасыл түске де боясаңыз болады.
Гүлдің ортаңғы жағын жасап алғаннан кейін енді гүлді жинайтын боламыз. Ол үшін бізге бірінші қатардың жапырақтарын алып 5 жапырақ керек болады. Солай қойып өлшеп аламыз, және де ыстық желімнің көмегімен де жабыстырсаңыз болады. Жапырақтың астындағы осы темірін ағашқа қарай орап тастасаңыз да болады. Жапырақтың астындағы осындай темірін осылай бұрып аламыз, изолентамен ағашқа орап шығамыз. Қатты орап бекітіп тастаймыз. Бірінші қатардың жапырақтары дайын болды. Енді екінші қатардың жапырақтарын дәл бірінші қатар секілді барлығын изолентаның көмегімен орап шығамыз. Сонымен біздің гүліміз дайын болды. Мастер-классты аяғына дейін көргеніңе рахмет. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Қазақша контентті қолдайық.